Достасайық бәріміз. Айтарым бар сендерге, тез тұрыңдар шеңберге. Қандай жақсы бір тұру, достарымен бір жүру. Балалар, бәріміз бірге бүгін саяхатқа шығамыз ба? Иә! Саяхатқа қандай көлік түрін таңдаймыз? Иә, ұшақ бар, пойыз бар, машина бар, қай көлік түрін таңдаймыз? Ұшақ. Жарайсыздар оқушылар. Онда біз бүгін ұшақпен саяхат жасаймыз. Ұшақпен саяхатымызды бастамас бұрын, қане бәріміз өзіміздің орындарымызға жайғасып алайық. Орнымызға отырамыз. Жақсы оқушылар, бүгін біз саяхаттайтын жерімізге зерттейміз, саяхат жасаймыз, сондай-ақ ізденетін боламыз. Жақсы, бізде бірінші топ ғалымдар тобы, екінші топ зерттеушілер тобы, үшінші топ саяхатшылар тобы, төртінші топ ізденімпаздар тобы. Жақсы оқушылар, енді біз саяхатымызды бастамас бұрын алдыңғы сабақ біз қай жерге, қай елге, қай қалаға саяхат жасадық? Алматы қаласына саяхат жасадық. Жақсы, Алматы қаласы туралы біз не білеміз? Кім айтады? Алматыда көптеген музейлер бар. Иә, көптеген музейлер бар. Иә, айта қойыңыз. Алматыда 300 мектеп бар. Иә, 300 мектеп бар. Иә. Алматыда 2 миллион адам бар. Иә, өте жақсы. Сіз Алматыда 225 балабақша бар. Иә, өте жақсы. Алматыда 12 университет бар. Иә, өте жақсы. Енді оқушылар, тағы сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Алматының алмасы қалай аталады бізде? Ағор. Жақсы. Алматыға біз барып көрдік па? Иә. Алматыда тағы қандай жерлер бар? Қандай жерлер бар Алматыда? Музей. Иә, музей бар. Театр. Көктөбе бар. Көлсай бар. Иә, театр бар, музей бар. Өте жақсы оқушылар. Енді біз алдыңғы сабақты қайталап болсақ, жаңа сабаққа көшейміз. Ол үшін мен сіздерге жаңа сабақта сіздерге тағы сұрақ қойғым келіп тұр. 7 саны туралы не білеміз? 7 сан. 7 қарақшы. Иә, 7 қарақшы. 7 қазына. 7 қазына. 7 ата. 7 ата. 7 шелпек. 7 шелпек. 7 көл. 7 көл. 7 нан. 7 нан, иә, тағы. Мәриям. 7 керемет. 7 керемет. Өте жақсы. Яғни біз бүгін әлемнің 7 кереметіне саяхатқа шығамыз. Әлемнің 7 керемет туралы естіп көрулеріңіз бар ма? Иә. Тағы да біз осы білгенімізді толықтыру үшін бейнероликке назар салайық. Әлемнің 7 кереметі. Мысыр пирамидалары. Мысыр жерінде орналасқан ежелгі пирамидалар кешені. Бұл құрылыс осыдан 5000 жыл бұрын салынған. Ең үлкен пирамида Хеопс пирамидасының әмірімен тұрғызылған. Оның биіктігі 147 метр. Бұл ғажайып құрылыстарды 100 мың адам 20 жыл бойы салған екен. Әлемнің екінші кереметі Семирамида аспалы бағы. Оны Бабылдың аспалы бағы деп те атайды. Бұл Вавилонның патша сарайындағы ең алып құрылыстың бірі. Бұл жасанды жолмен жасалған аспалы бақ 4 қабаттан тұрады. Онда көптеген жеміс-жидектің түр-түрі және ағаштардың көптеген түрлері өскен. Кейіннен бұл аспалы бақ қабырғасын су шайып Вавилонмен бірге құлады. Артемида ғимараты. Бұл кіші Азияның Эфес қаласында салынған. Артемида ежелгі гректерде аңшы
негізінен жасалған. Әйгілі Галикарнас кесенесі. Біздің заманымызға дейін 4-ші ғасырда Мақсул патша өзіне тірі кезінен бастап мазар салуды қолға алады. Бұл құрылыс ең үздік сәулет өнерінің біріне жатады. Бұл кесене 3 қабаттан тұрады. Жоғары бөлігінде 4 атты арбада отырған Мақсул патша мен оның жұбайының мүсіні орналасқан. Атағы жер жарғаны соншалық бұл кесенені ғалымдар ерте замандағы 7 кереметтің қатарына қосады. Тратос аралында орналасқан күн құдайы Гелиостың алып мүсіні. Бұл ескерткіш күн құдайы Гелиос аралды өз қолымен теңіз түбінен алып шыққан деген аңызына байланысты салынған. Бұл құрылыс 12 жылға созылған, биіктігі 35 метр. Мұндай алтын мүсінді тұрғызуға шамамен 13 тонна қола мен 8 тонна темір пайдаланылған. Александрия шамшырағы биіктігі 120 метр шамасындағы 3 қабатты мұнара. Бұл мұнараның негізгі міндеті теңізшілерге жол көрсетуден басқа бекініс қызметінде атқарған. Екінші қабатында 8 қырлы мұнарадан тұрады. Бұл шамшырақ өз заманындағы өнер мен ғылымның ғажайып үлгісі болып табылады. Жақсы оқушылар, сонымен бейнероликтен не түсіндік? Әлемнің неше кереметі бар екен? Міне ең таныс болайық. Бірінші кереметі бізде Мысыр пирамидалар. Мысыр пирамидалар. Екінші Эфестегі Артемидия ғимараты. Эфестегі Артемидия ғимараты. Жақсы. Үшінші Зевстің мүсіні. Төртінші Вавилонның аспалы бағы. Бізде бесінші Галикарнастағы Мақсул патшаның табытханасы. Галикарнастағы Мақсул патшаның табытханасы. Және де бізде алтыншы Александрия шамшырағы. Және біздің жетінші кереметіміз Гелиостың мүсіні. Жақсы оқушылар, енді біз бүгін осы әлемнің 7 кереметін аралай отырып, Вавилон бағына баруымыз қажет. Міне, әлемнің 7 кереметіне саяхат жасай отырып, әртүрлі тапсырмаларды орындап, Вавилон бағына жетуіміз қажет. Жарай ма? Жақсы. Енді бізде қазір әртүрлі тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаға байланысты сіздер жақсы, егер өте жақсы орындасаңыздар, мен сіздерге ұшақтың суретін берейін. Ал жақсы орындасаңыздар, пойызбен бағалайды. Ал орташа орындасаңыздар, машина арқылы бағалайды. Қай топ ұшақтың суретін көп жинайды, сол топ Вавилон бағына бірінші жетеді. Жарайды, онда саяхатымызды бастаймыз ба? Жақсы, онда саяхатымызды бастаймыз. Енді оқушылар, біз алғашқы саяхатымызды Мысыр пирамидаларынан бастағымыз келіп тұр. Мысыр пирамидалары аты айтып тұрғандай, қай елде орналасқан? Мысырда. Бұл біздің заманымыздан 5000 жыл бұрын салынған екен. Оның биіктігі 147 метр екен. Енді біз міне Мысыр пирамидаларына келдік. Мысыр пирамидаларына бізге тапсырма. Біз Вавилон бағына жеткенше, біз Вавилон бағы туралы мәліметті білуіміз керек. Ол үшін әрқайсылардың алдыңызда осындай қазір мәтін беремін. Сол мәтінді оқып танысатын боласыздар. Әрқайсыңызға бөліп беріледі. Оқып танысамыз. Ішінен оқы. Ішімізден оқимыз оқушылар. Кедергі жасамаймыз бір-бірімізге. Жақсы оқушылар мұқият оқып танысатын боламыз.
Маған екі штукты беріп қойыңыз. Бала бақты деп атайды. Жақсы оқып жатырмыз ба? Тағы да оқимыз, қазір сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Жақсы. Сіздер дайынсыздар ма? Бірінші топ. Ал жақсы, сіздерге берген айтылғандай оқи қойыңыз. Даусын шығар. Даусын шығарып. Вавилонның аспалы бағы әлемнің алғашқы 7 кереметінің бірі бұл бақтың Вавилон патшасының Навуходоносор әйелі Аметис патшайымының құрметінде салынған Медиа патша қызы Вавилонны шаңдағанда өз елдегі гүл құрақтың хош иісін мен ағаштың сыбдырынан Аңсайды. Жақсы. Вавилонның аспалы бағы бұл әлемнің 7 кереметтерінің бірі екен. Жақсы. Бұл бақты кім салған? Кім салған? Ол кім? Кім ол? Патша. Оны кімнің құрметіне салған? Ол кім Аметис дейді? Әйелі екен. Жақсы. Келесі топ бізде. Келесі топ дайынбыз ба? Зерттеушілер тобы. Сізге жоғарғы ұпай, яғни ұшақ беремін. Ғалымдар тобына. Келесі зерттеушілер тобы. Дайынсыздар ма? Ал бастап өтті қойыңыз. Патша медиа урайындағы сайлауы мекеннің негізін орнату үшін осы бақты Салдырады. Аспалы бақтың құрылысынан патшалық үшін қуатын қоймасынан Я Мәриям жалғастыр. Я. мен математиктің Даусын шығарыңыз. Математиктер не істейді? қатысқан бірінші қабатынан Тұратын. бақтың табанынан тас өтірселіп, оның үстіне қамыс жайылған. Жақсы, я. Бұл бақты кімдердің көмегінен салады? Құрылысшыларды, математиктердің көмегімен салады екен. Бұл бақтың құрылысы қандай болады? Қалай болады құрылысы? Бірінші қабатына. Не істеген ол? Қараймыз, оқият. Астына тас төгіп, үстіне қамыс жайған екен. Жақсы. Сіздерге жақсы. Келесі бізде саяхатшылар тобы. Мәтінді оқып болдық па? Кім оқиды сіздер? Тыңдаймыз. Тыныштық сақтаймыз. Иә, ол жерде не болған, не істеген адамдар? Не істеген? Демалған, тамақтанған, сосын иә, және қыдырған. Өте жақсы. Яғни су өтпес үшін не істеген?
Патшайым бақтың ең Сіз оқи қойыңыз. үстіндегі Бастамасыз. Патшайым бақтың ең үстіндегі қабатында судың сылдырынан рақаттана құлақ тұрып отыратын, ал бұл су Эфрат өзенінен каналда жүрісімен. Жақсы, келесі сіз жалғастырың жақпа. Патшайымның сұлу бейнесі ұрпақтар есінде көмескі тартып, Ассирияның әйелі патшасы есімімен астасы сақталған. Сондықтан аспалы бақты Семирамида бағы деп атаған. Жақсы, бұл жерге су қай жерден келетін болған? Қандай өзеннен? Қандай өзен? Эфрат өзенінен келетін болған. Кейіннен бұл бақты не деп атаған? Семирамида бағы. Сізге ала қойыңыз. Жақсы оқушылар, енді біз келесі осы пирамидасына саяхатымызды жасап болсақ, келесі Эфестегі Артемидия ғимараты, яғни бұл ғимарат Түркия елінде орналасқан екен. Яғни бұл ғимаратты аңшылық құдайы деп атаса керек. Сол себепті бұл жерге дұға жасап баратын болған екен. Яғни бұл ғимарат қайда орналасқан? Түркия жерінде орналасқан екен. Енді біз бұл жерге келіп тематикалық карта, яғни қасымыздағы отырған жұбымызбен бірге тапсырма орындайтын боламыз. Сіздерге қазір қарайтын екеуміз бірге отырмыз. Яғни бұл жерде тематикалық картада Вавилон, Эфрат, әртүрлі сөздер берілген. Және сол сөздер жаңа айттық, Вавилон ол бізде не? Қала, иә. Эфрат дегеніміз не? Соны қазір отырып белгілейміз. Және бір-бірімізді тексереміз. Толқымызды күтейміз. Оқият ойланамыз. Жақсы топ болдық па? Иә. Қайсы топ болды? Абай жоқ. Артындарыңыз білдіңіздер ма? Жоқ. Жеміз. Асықпай мұқият орындаймыз. Жақсы күте тұрамыз. Болдық па барлығымыз? Жақсы. Енді қазір бізде экранда дұрыс жауаптар беріледі. Соған
Дұрыс емес, нарықтық дұрыс емес. Қай жері дұрыс емес? Қайсы тақтаға салып тексердік па? Тақтадан қарап. Қайсы? Бірі қате. Қатесіздер. Семирамида бағыда қашын. Қате жіберген. Сіздердікі? Дұрыс. Сіздердікі? Сіздердікі дұрыс. Жақсы, сіздерге пойыз бұл жолы. Сіздікі? Дұрыс емес. Өзен не кірекпен сіздікі? Сенкесінде. Қош. Жақсы. Сіздерге де пойызбен бағалаймыз. Келесі сіздердікі? Барлығы дұрыс па? Қате бар ма? Қайсы? Екі қате жібергенсіздер. Қате жібергенсіздер, сіздерді машинамен бағалаймыз. Сіздердікі? Барлығы дұрыс. Сізге? Сіздерді ұшақпен бағалаймыз. Жақсы оқушылар. Жақсы оқушылар. Енді бізде келесі кезеңде оқушылар тыңдаймыз. Вавилонда жаңбыр жауып жатыр екен. Вавилондағы жаңбырды сіздер білесіздер ме? Қалай болды? Қандай болды? Енді сол Вавилондағы жаңбырды бәріміз бірге сезінейік, бірге тыңдайық. Ол үшін орнымыздан тұрайық. Вавилон бағында жел тұрды. Барлығымыз менің іс-әрекетімді қайталаймыз. Вавилон бағында жаңбыр тамшылай бастады. Жаңбыр күшейе түсті. Дауыл соқты. Жаңбыр сейілді. Жаңбыр сіркіреді. Алақай күн шықты. Жақсы. Шықалақ. Келесі бізге енді оқушылар біз Александр шамшырағынан келесі саяхатымызды жалғастырамыз. Біз Вавилон бағына жетуге аздаған сәттер қалды. Ол үшін Александр шамшырағындағы тапсырманы орындауымыз қажет. Яғни біз жаңа қай жерлерге саяхат жасадық, қай жерлерге саяхат жасадық? Мысыр пирамидасына саяхат жасадық. Әртүрлі жерлерге саяхат жасадық. Енді бізде соңғы саяхатымыз Александрия шамшырағы. Яғни бұл шамшырақ, яғни теңізшілерге жол көрсету міндеті, бұл шамшырағының міндеті теңізшілерге жол көрсету болған екен. Енді бізге бұл жердегі тапсырма жеке жұмыс. Біз қазір сендерге тест тапсырмаларын аламыз. Әркім өзін орындайды, ат жөніңізді жазамыз. Бүгінгі сабақтағы бүгінгі сабаққа байланысты тест тапсырмалары. Ойланамыз.
muqiyat javob bering. Mana men sizlarga Misr piramidalarini sayohat jasaganda algo'shqa tushunib berdim. Misr piramidalari qachon salindi? Misr piramidalari qayda o'rnashgan? Muqiyat javob beramiz. Nega straftarlar? Asıqpay o'rindaymiz. Acınızı nazar tutuyorsunuz. To'g'imizni kutamiz, bayon bo'ladi. O'qib o'rnab, endi qasimizdan qo'shimimizni bir-birimizga almashtirib tekshiramiz. Birinchi turamizni bir-birimizga almashtirib, o'qib barmoqimiz deb qasimizdan qo'shimimiz olashib ketamiz. Siz bo'ldingizlarmi? Almashtirdingizlarmi bir-birlaringizga? Maksimum almashtirasiz. Almashtir ikkovimiz. Almashtir qo'lqipayni hozir durish javobdan aytamiz. Tekshiramiz bir-birimizni. Ba'zi qo'lqipa? Birinchi chiroqimizga qanday chiroq bo'ldi? Misr piramidalari
Сана нешеу, дұрыс нешеу? Дұрыс ұпайларды санаңдар. Жазыңыз астына. 3 ұпай деп. Қате. 1, 2, 3 ұпай деп. Дұрыс қой. Дұрыс па? Дұрыс қой. 4 ұпай. Қайсіздер болдыңыздар ма? Я тексердім. Иә. Жақсы. Барлық сұрақтарға жауап берген оқушылар екен? Бар ма барлық сұрақтарға жауап берген? Бес сұрақтың несіне жауап берген? Бес сұрақтың несіне жауап берген? Тағы жауап берді бес сұрақтың несіне?
болмаса әйеліне аметист математиктерді алып, математиктерден олар үйлерді салды. Үйлерді салған. Жақсы оқушылар, енді сіздер бүгінгі сабағына не түйіңіздер? Мына артынан жазасыздар. Жазып, тақтаға ілесіздер. Иә, не түсіндің? Жазасың, артынан жазасың. Сосын тақтаға ілеміз. Iya, артынан жазып, тақтаға ілеміз. Не түсіндік, соны жазың. Артынан жазамыз, артынан. Артынан сабақтан түсінгендеріңізді, не түсіндік, сабақтан жазамыз. Болғанда біздің тақтаға растырамыз. Жоқ, сабақтан не түсіндік, соны жазың. Жоқ, мына әуе шары қайда тұрады? Сонда жазыңдар. Сабақты жақсы түсіндік, жоғарыға, орташа түсіндік, ортасына. Мүлдем түсінбедім десек, төменге растырамыз. Кезекте ойыңыздар. Жақсы кезек жұрастыра қойып. Тағы кіммен жетпей қалды? Апай бізде үш қой. Жоғарыға жабыстырып насыл. Жапсыра қойып. Жапсыра қойып. Bizde oyunlar. Bizde çiş. Al. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақ тағы осы жалғастыратын боламыз осы саяхатымызды. Раз болсаңыздар.